Қасиетті Қазақстан ежелгі Тарас ескерткіштері. Бұл облыстың танымал журналисі, Республикалық Казахстанская правда газетінің облыстық меншікті тілшісі Михаил Тёның алғашқы кітабының атауы. Аталған оқулық облыстың 80 жылдығына арналып отыр. Берері мол тәмсілді тізбектейтін тарихи төл туындының таныстырылымы үлкен көлемде Достық үйінде өткен болатын. Тарихты білу, өзінді тану. Автордың алға тартқан басты мақсаты осы. Өскелең ұрпаққа өнегелі өткен күндердің ізін насихаттау. Есесіне тұсаукесер кешіне жиналғандардың дені жас оқырмандар. Сонымен қатар кешке автордың достары, әріптестері келіп жаңа кітаппен құттықтап, атаған сыйлықтарын табыстады. Я хочу пожелать своему другу Маке, будь всегда на коне. Карьерного тебе роста. Рахмет. Если честно, вообще к презентации пришел. Шынымды айтсам, кітап жазамын деп ойламаппын. Біріншіден ақпарат таңдауға көңіл бөлдім. Қасиетті Қазақстан тақырыбында мақалалар жазуды қолға ала бастадым. Кейіннен ойлай келе барлық шығармаларымды кітап етіп басып шығаруды жөн көрдім. Мұнда тарихи суреттермен қоса тың мәліметтер жазылған. Ескерткіштер жайлы мәлімет іздеген оқырман осы кітаптан таба алады. Айта кетейік, оқулық 13 тараудан тұрады. Олардың әрқайсысы өңірдегі қасиетті жерлерге арналған, яғни Тектұрмас, Қарахан, Ежелгі ислам мешіттері секілді ескерткіштер жайлы республикалық газеттерге жазған мақалаларын қайта жаңғыртып, жарыққа шығарып отыр. Автор арнайы облыстық фототілшілермен бірге жұмыс істеп, кітап ішіне тарихи 100 сурет енгізіпті. Ал мұқабасы көпшілікпен ақылдасқан күйде Айша бибі мен Ақыртас қалашықтарының суреттерімен көркемделген. Өйткені бұл жерлердің қазіргі таңда туристік тартымдылығы жоғары. Нұрлан Әбдікәрім, Азат Байтемір, Жеті Ньюс.